Кушетканың деңгейімен табуретканың или стульяның деңгейі шамалас болу керек. Моменталь сәтте, бірақ сол шамалас болу керек. Қатты болу керек төсек. Пациентіміз екі қолы денесінің бойымен ұсынынан осылай жасайды. Көріңіздер, ұсынынан осылай жасайды. Дәрігер науқастың бетіне қарама-қарсы қарап отырады. Былай емес, пациенттің бетіне қарама-қарсы. Жанымен отырады. Жамбас деңгейінде. Жанымен отырады. Оң жағынан, арбеттен емес, оң жағынан. Іштің егер де сұйықтық болса,
тұрғызғанда төмен қарай салбырап тұрар еді, жатқызғанда ол екі бүйіріне қарай салбырап тұрар еді, сұйықтық болған жағдайда. Қазір қалыпты, іштің күшінің сопақша екенін көріп тұрмыз. Жатқан күйіндегі сипатта десе сізге кіндік өз орнында, іштің тыныс алуға қатысуы бар, ішпен демалып тұр, құрсақты тыныс алу болып тұр бұл жерде. Іштің қандай да бір аймақтарында шектеулі томпайлар жоқ. Егер де патологиялық процесс болған жағдайда, аппендицит, холецистит болса, сол аймақтардың тыныс алуға қатысуы нашарлау болады. Сол себептен ішпен терең томпайтып бірнеше рет демалуын сұраймыз. Ішпен демалуын шығарамыз енді тағы да. Барлық жағы бірдей тынысқа қатысып тұрған көріп тұрмыз. Бұл қарау бойынша жақсы. Енді іштің пальпациясы. Іштің пальпациясында екі түрлі пальпация қолданылады. Беткей және терең пальпация. Абрасо-стражеска деген авторлар ұсынған, сондықтан абрасо-стражеска әдісімен жасалатын пальпация деп айтамыз. Іштің беткей пальпациясын жасау төрт мақсатта жасалады. Біріншіден, іштің ауырсынуы бар жоғын анықтау үшін, қандай да бір патологиялық түзілістер жоқ екен соны анықтау үшін, бұлшықеттерінің кернеулігі бар жоғын анықтау үшін, және іштің жарығы бар жоғын анықтау үшін. Төрт жағдай үшін тексеріледі. Ол үшін тізені шамалы бұлды, өкше киістіру керек, кемен босату. Іш бос болу керек, қолымызды шамалы үйретіп аламыз. Іш қолымызға шамалы үйренуі. Бірденнен басталып баса беруге болмайды. Бірнеше рет ішпен тыныс алып, біз қолымызды қойып отырамыз. Демаламыз. Осылай қолға үйренуі керек іш. Содан кейін барып пальпациялы жасаймыз. Іштің беткей пальпациясы тек беткей деп атайтып тұр. Бұлшықет деңгейіне дейін ғана тексереміз, ары қарай тереңге батырмаймыз келесіз. Ондай болса, саусақтың ұштарын шамалы ғана бүгіп, іштің аймақтарын білесіздер, тоғыз аймаққа бөлінеді. Сол аймақтарды салыстыра отырып жасауға болады екі жақпен, немесе сағат тілінің бағытымен жасауға болады, немесе сағат тілінің бағытына қарама-қарсы жасауға болады. Неге осындай әдістер қолданылады? Пациентіміз қандай да бір аймағына іштің ауырсынуға шағылмайды, сол жерге біз соңынан келуіміз керек. Себебі ауырған жер бірінші содан бастасақ, ол күшейіп кетуі мүмкін. Бәрі жер ауырттырғандай болуы мүмкін. Сол себептен біз бірінші ауырмайтын жақтан бастауымыз керек. Егер де пациентіміз эпигастр аймағында ауырсыну десе, біз салыстырмалы жасап, ең соңынан келеміз. Егер де стигма тәпішектің маңайында, яғни сол жақ мұқын маңайында ауырсыну десе, онда оң жақтан бастап сағат тілінің бағытымен келіп аяқтайды. Егер керісінше оң жақ мұқын маңайында ауырсыну болса, сағат тілінің бағытына қарама-қарсы бағытта жасап келуімізге болады деген сөз. Үшеуін бірге жасау міндетті емес, біреуін пайдалануға болады, бірақ білуіміз керек, сондай әдістердің бар екен. Енді пальпация жүргізуді жасайық. Ондай болса, салыстырмалы түрде жасайық. Сол жақ мұқын маңайынан бастаймыз. Бөлетін аймақты естеріңізде ме? Анатомияда, спинодиакантарий дейінде бір сызық жүргіземіз, және қабырға доғалардың төмен қырларын қосатын бір сызық жүргіземіз. Мынау эпигастрий, мынау мезогастрий, мынау гипогастрий деп айтылады. Тік бұлшықеттің сыртқы қырлары мен вертикальды сызық жүргізілгенде, мінекей қанша аймаққа бөлінді? 9 аймаққа бөлінді сонда, мынау кіндік маңайында, мынау эпигастрий, ночевная область деп айтамыз, мынау қатаға үсті маңайы, сол жақ мұқын маңайы, оң жақ мұқын маңайы, оң жақ бүйір жағы, сол жақ бүйір жағы болды. Сол жақ қабырға доғасының асты, оң жақ қабырға доғасының. Түсінікті ғой, біз қазір просто есімізге түсірдік. Сіздер оны уже анатомияда білесіздер. Онда біз салыстырмалы түрде жасайтын болсақ, іш ауырмайды десе, онда бірінші сол жақ мұқын маңайынан бастаймыз. Осы жақтан қолымызды қоямыз. Өзіміз дәрігер пациентіміздің бетіне қарап отырамыз. Көбінде ұмытасыз. Себебі науқас ауырғанын жасыруы мүмкін, бетінде ауырса, оның мимикасынан білініп тұрады, жырынады беті. Значит, саусақтың ұшын ғана батырып, ұзақ батырмаймыз.
екінші жағын салыстырамыз, оң жағын. Бұлшық етке дейін ғана, бүйір маңайынан сол жағын оң жағымен салыстырамыз мінекей. Сол жақ қабырға доғасының асты, оң жақ қабырға доғасының асты, және эпигастрий маңайы, темперші дәлізді өскінің астына. Мен пациентімнің бетіне қарап отырмын. Бетінде ешқандай өзгеріс байқалған жоқ. Бұл жалпы пальпация. Енді кіндіктің маңайын пальпациялаймыз. Кіндіктің маңайын пальпациялаймыз. Бұл іштің беткей пальпациясының аймақтар бойынша жүргізілген пальпация. Енді іштің ақ сызығының бойымен пальпациялаймын. Не деп жатырмын? Іштің жарығы грыжа дейді. Кіндік маңайына келгенде бір саусақпен айналасын басып тексеремін. Егер де сақинасы жарық бар болса, соның сақинасына саусағым түседі деген сөз. Енді шаптағы жарық жоқ па, соны тексереміз. Жарық анықталып тұрған. Енді пальпацияны бітірдік, сипаттама деген. Жаңа айттым, 4 мақсатта жүргізіледі дедім. Сондықтан сол 4 мақсатқа сипаттама беруім керек. Іш жұмсақ, ауырсынбайды. Жұмсақ дегені бұлшық кернеуді туралы айттым. Значит, ол жұмсақ, бұлшық босанып тұр деген сөз. Іш жұмсақ, ауырсыну жоқ. Ауырсынуды анықтау үшін деп айтқан едік. Қандай да бір түзілістер анықталмады. Іштің жарығы жоқ. Түзілістер деген патологик образование. Ісік болуы мүмкін, немесе капростаз болуы мүмкін, қатқан нәжіс болуға кіреді. Иә, ол да кіреді. Егер де үлкейсе, ол үлкейгенде көбінде не? Түзіліс, қандай да бір шектер маңай ол пальпация. Осы 4 мақсатта жасадық, мен 4-еуіне сипаттама берді. Іш жұмсақ, ауырсыну жоқ, қандай да бір түзілістер анықталған жоқ, жарықтар жоқ. Енді іштегі сразу беткей пальпацияда бітіріп кетейік. Астөтті анықтаудың әдісі. Сұйықтық болса іште, оны флюктуация дейтін әдіспен анықтауымызға болады. Екі қолымызды бүйір жағынан екі жақтан қойып тұрып, бір қолымызбен соққы жасаймыз. Егер ішінде сұйықтық бар болса, ол мына қолымызға келіп соғылады. Бір жағынан екінші жағына қарай толчок жіберген. Сонда сұйықтық болса, ол шайқасылып қолымызға сезіледі. Перкуссияда асым, перкуссия кезінде көрсеткен. Енді терең пальпацияны. Аталады обратно-стражевский әдісі бойынша терең, әдістемелі, сырғымалы пальпация. Қандай да бір әдіс, методика қолданылатын болғандықтан атайды осылай. Ол терең жүргізілетін, нақты бір ағзаны анықтайтын әдіс олай болады. Онда терең жүргізіледі. Ол 4 моментпен, яғни 4 кезеңмен жүргізіледі. Бірінші қолды қою, екінші қатпар жасау. Қатпар қуысты ағза, ішінде ауасы бар, қуысты ағза, сол себептен қатпар саусақтың алдына қарай жасалады. Сырғыту жасауға ыңғайлы болу үшін деген сөз ол. Үшінші моменті, ем шығару кезінде қолды енгізіп отырамыз. Төртінші моменті, сырғыту жасаймыз. Мұны сол 4 моментті сақтай отырып, пальпация жасауымыз керек. Бірінші стигма тәрізді шекке жасалады. Стигма тәрізді шек, мұқым сүйегінің қырымен параллельді жатыр. Пальпация жасағанда шектің бойына саусақтарымызды бір деңгейде біріктіріп, бір деңгейде. Шек қалай жатса, соның бойына перпендикуляр қоямыз. Перпендикуляр қоямыз. Мұны шек бұлай жатыр, біз үстіне бұлай қойдық. Саусақтардың бәрі бір деңгейде. Қолымызды қойдық. Екінші момент қатпар жасаймыз деді. Ол сыртқа қарай жасалады. Ол шектің қай жерде жатқанын анықтап алу үшін спинолиак антериор супериор мен кіндікті қосатын сызық бойынша жүргізеді. Осы сызықты 3-ке бөледі. Сыртқысы мен ортаңғының екеуінің арасындағы бөлген жерімізге қоямыз. Мына қай жерге осы шекке? Кез келген жерге қоя салмаймыз. Ортасына қоймаймыз. Себебі ол жерде ол шек болмайды. Значит, 3-ке бөлдік, сыртқысы мен ортаңғының арасына шектің бойына саусақтарымызды перпендикуляр бір деңгейде қойдық. Саусақтың алдына қарай қатпар жасаймыз. Екінші момент болды. Үшінші моментте ішпен демалады. Еркін демалыңыз ішпен.
Спокойно. Ем шығаруда ішті бос тізені шамалы бүгіңіз. Вот, ішті бос ұстаймыз. Бос. Әр ем шығаруда енгіземіз. Енгіземіз. Ішті әлде де босатымыз. 3-4 дем аламыз ішті. 3-4 дем шығару болу керек. Сосын барып сырғыту жасаймыз. Бірінші алақаныма қарай жасадым, қараңыздар, иә? Ішектің үстінде сезіліп тұр ішек. Өзіңізде сезіп жатыр, иә? Сопыңыз келіп жатыр ма? Мінекей. Бойымен анықтадық. Бірнеше рет қайтпасталады. Сипаттама бересіздер. Ішектің диаметрі 3 сантиметр дейміз. 4 сантиметрге келді. Бір диаметр, значит, ауыздың үстінен түстік, осы диаметр анықтап тұрмыз. Беті тегіс. Пішіні цилиндр пішінді. Ауысының болды ма? Болған жоқ дейді. Ауысының туралы сұрауымыз керек. Ауысының болған жоқ. Құрылшыру естіген жоқпыз. Бұл шекте ол естілмеу көбейсе, өйткені ода пішін жоқ уже. Ары бері қозғалғыштығы 3-4 сантиметр. Қолым қаншаға ары бері жылжыды, сонымен анықтаймыз оны. 3-4 сантиметр қозғалғыш, значит 3-4 сантиметрге жылжымалы. Орташа тұрып. Осындай сипаттамалар бересіздер. Енді соқыршек. Дәл солай соқыршек оң жақтан спина диагон антериор супериормен кіндіктің ортасын қосатын сызық жүргізіп үшке бөлеміз. Сыртқысы мен ортаңғысының арасына қолымызды қоямыз. Бұлай қарай бұрып қойып керек емес. Міне кіндік қалай жатыр, дәл сол ішектің бойымен қоямыз. Бір деңгейде барып тоқтаңыз. Қатпас. Алға қарай жасаймыз. Ішпен демалады. Шығаруында асықпаңыз. Енгізіп отырамыз. Келесі демалуда мен ұстап тұрамын қолымда. Демаламыз. Шығаруда енгізетсем, ұстап тұрамыз. Демаламыз. Шығаруында енгізетсем. Міне енді альпастала. Жақсы анықталып тұр. Пішіні груша тәрізді. Алмұрт тәрізді. Шектің біткен жері бар. Алмұрт тәрізді. Беті тегіс. Жұмсақтау, диаметрі 4-4,5 сантиметрдей келеді, қозғалғыштығы 4-5 сантиметрдей, ауырсыну болған жоқ, құрылшыру естімедік. Естілді деп айтасыздар, естілуі мүмкін шекте. Енді өрлеме бөлігі, төмендеме бөлігі толшектің и көлдемен бөліктеріне жасауымыз керек. Өрлеме бөлігі бірінші жасалады. Қолымыз шамалы жек қойыңыз. Бұл жерде бимануальды жасалады қайтпасы. Маған қарай жақынырақ жасыңыз шетке. Болды. Қолымызды билетке жасаған беттеріңізде ғой. Саусақтарыңыз омыртқа деңгейіне дейін барып тұрады. Сол сияқты, бірақ кіндік жасабыңыз. Жасыңыз спокойно жасыңыз. Кіндік деңгейіне дейін. Бұл жерде күйек жоқ. Фиксация жасау үшін бимануальды қайтпасы жасалады. Кіндік деңгейінде тік бұлшықтың сыртқы қырының шетіне саусақтарымызды орналастырамыз. Бір деңгейдеміз. Алға қарай қатпар жасаймыз. Ішпен демалады. Шығаруында енгіземіз. Амынан ұстап тұрамыз. Енгіземіз. Тағыдан. Енді фиксацияны күшейтіп, пальпация алаймыз. Беті тегіс, жұмсақтау. Диаметрі 3-4 сантиметр келеді. Ауырсынусыз. Диаметрін айттық. Кішіні цилиндр тәрізді. Құрылшыру естіген жоқпыз. 3-4 сантиметрге жылжып тұр. Значит, ол егерде айналасымен жабысқан болса, қозғалысы шектеулі деп айтасыз. Енді төмендеме бөлігі дәл солай, тек белді көтеріңіз, қолды өткіземіз ары қарай. Жасаңыз қолына. Саусағымыз бүйір жағына өтіп тұр, мына жақта. Фиксацияны күшейту үшін керек. Тік бұлшықтың сыртқы қырына кіндік деңгейінде барлық саусақтарды бірге біріктіріп орналастырамыз. Қатпар алға қарай жасаймыз. Дем шығаруда енгіземіз. Енгізсем, бұрс, ішті бұл. Енді пульпациялаймыз. Жақсы анықталып тұр мінекей. 3-4 рет ары бері сырғып өтесіз. Беліңіз көтеріңіз, қолыңызға. Мұнда да сипаттамаңыз жаңағыдай. Беті тегіс, цилиндр пішінді, диаметр 3-4 сантиметр келіп тұр, ауырсыну жоқ, құрылшыру естімедік, ары бері жылжуы 3-4 сантиметрге жетіп тұр.
Үлкен адамдарда болады ғой, мына яки жеңішке болмайды да бар, сонда мына жерге өтіп ұстап бола ма? Егер де толық адам болып, қолыңыз ары қарай жетпей жатса, онда мынандай методиканы қолданыңыз. Тұрмайсыз. Ешкім пальпациясын бар. Жоқ, оң жақта отырып. Егер үлкен болса, ана төбе. Қолыңызды өтіп мына жақта. Енді үлкен болады, әрине сәйкес келетін болса отырып. Енді көлденең бөлігіне. Көлденең бөлігіне жасау үшін біз бірінші асқазанның төменгі шекарасын табуымыз керек. Себебі оның жатқан орны асқазанның төменгі шекарасына байланысты дейміз. Бірнеше әдісі бар асқазанның төменгі шекарасын анықтаудың. Аускультациялық, акустикалық деген әдіс бар, аускультациялық, перкуссиялық и пальпациялық әдістер бар қолданылатын. Және шалқу шуы. Фонендоскопты жасап жіберсеңіздер, ол үшін аускультация әдісін қолданған кезімізде фонендоскоптың растырудың қоямыз тенсер таз өскіннің түбіне қоямыз. Төменгі жақтан кіндік деңгейінен төменірек мынандай штрих. Осы дыбыс мына жақта өте бәсең, жақындаған сайын күшейе береді. Күрт күшті естілген жерде белгілейміз. Ручка беріңіздер. Белгілейміз мына жерден. 4 сантиметрдей кіндіктен жоғарырақ болады. Енді осы жерге сәйкес келдік па, келмедік па, перкуссиялық әдіспен тексеріп алуымызға болады. Екі-үш әдіспенен тексеруге болады. Сәйкес па, емес па. Енді перкуссиялық әдіс. Мына жерде күшті естіліп тұр дыбысы. Значит, күшті естілген жерде біз оған жеттік деген сөз. Енді перкуссиялық әдіспен асқазаннан тенсер таз өскіннің түбінен төмен қарай перкуссия жасау арқылы іштің ақтылығына. Дабыл дыбыстан өзгеше бір дабыл дыбысқа өтеміз. Мұқият болыңыздар, тыңдаңыздар. Өзгеше дыбыс, значит, деңгейі сәйкес келді. Енді төртінші әдіс, ол шалқу шу. Ол үшін аш қарынға жасалу керек, бірақ мен сіздерге методикасын көрсетейін. Аш қарынға тамақ ішпестен бір стакан су ішкізіп, 200 мл су ішкіземіз да, мына тенсер таз өскіннің астына қолымыздың қырын сол қолдың батырып қоямыз. Суды ығыстыру керек жан-жаққа сол үшін. Так ішті бос ұстаймыз, ішпен демалымыз сонда бос. Енді оң қолымызбенен осы қолымыздың шетіне қойып, қолды алмастан іштен мынандай толчок жасаймыз. Сонда біздің құлағымызға судың шақылдаған дыбыс естіледі. Асқазан шекарасына жеткенде ол дыбыс жойылады. Тез тоқтайды ол дыбыс. Өйткені ол шекарасына жеткен соң су жоқ уже, су бар кезде біз үстінен оны қозғалатырмыз, ары бері жылжығаны оның шалқу дыбысын тудырады. Бұл әдіс тағы диагностикалық тұрғыдан пилоростеноз болған жағдайда кешкі жеген тамақ әлі таңертең өтіп бітпейді, сол кезде су ішкізбей жасап тексеріп пилоростенозды тексеретін әдіс. Тамақ болса да солай болуы мүмкін. Пилоростеноз кезінде асқазанда тамақ ұзақ тұрып қалғанда осы дыбыс аш қарынның өзінде су ішкізбестен анықталуы мүмкін. Құрғақ тамақтың өзін ғана демейсіз, оны асқазан сөлі араласады, кем дегенде 50 мл су ішесіз, шай ішесіз, құрғақ тамақтың өтуі де қиын. Осы төрт әдіспен анықтап аламыз. Значит, шамамен 4 сантиметрдей кіндіктен жоғарырақ болады. Мінекей, қараңыздар, 4 сантиметрдей. Осы 4 сантиметрдей кіндіктен жоғарырақ асқазанның қалыпты шекарасы. Егер де атания болса, асқазанда ол кіндік деңгейіне дейін түсіп кетуі мүмкін. Осы шекарасынан 2 сантиметрдей төменірек орналасады, кіндіктен 2 сантиметрдей жоғарырақ орналасады көлденең. Кейде ол былай жоғарыдан былай қарай да жатуы мүмкін. Сондықтан мына жерден іздегенде табылмаса, сәл шетке қарай жоғарырақ істейміз. Тікбұлшықтың екі сыртқы қырымен қолымызды орналастырамыз. Билатеральды жасалады. Билатеральды, значит, екі қолда пальпациялайды деген сөз, а мынау бимануальды бір қол фиксация жасаған үшін айтылды, Билатеральды жасаймын деп айтасыздар. Тікбұлшықтың сыртқы қырларына қолымызды бір деңгейде қоямыз. Жоқ, кіндік деңгейінен жоғары қойып тұрмын ғой.
Өйткені ішек мында жатыр. Кіндік деңгейінде жасасам, ішектің астына түсіп кетеді. Кіндік деңгейінен 2 см жоғары, асқазанның шекарасынан 2 см төменірек. Тікбұлшықтың сыртқы қырларына жақынырақ қоямыз. Екі қолымызды қойдық. Қастар алға қарай жасаймыз. Ішпен демалар. Шығаруында енгіземіз. Демалған кезде мен ұстаттым қолымды, алмай қараңыздар. Әрдем шығаруда ішті бос-бос. Еркін толық шығарыңыз демді, еркін демалыңыз. Демалыңыз. Алыңыз. Шығарудан енді пальпациялай. Ауырды ма не? Или қолын басып кетті ма? Ауырсын ба, мен қолын басып мақсат. Пальпацияда қолымыздың басқанынан ішкі беткі іргесіндегі бұлшық ауырсыну сезілуі мүмкін, аттақ ағзаның өзінде емес. Беті тегіс. Жаңа басып қой. Бір рет кернеді, сондан кейін басылады, Басылады, Кейін сол кезде ауырат демесе... Ауырат десе, егер басыласқаныңызда қатты ауырып кетсе, әрине сіз ары қарай пальпациялай алмайсыз. Ары қарай пальпациялауға науқастың жағдайы мұрша бермеуі мүмкін. Ал егер де бізде нақты анықтау керек болса, қандай да мысалы сол шекте түсіліс бар болса, онда ауырсынып басатын дәрі-дәрмек беріп барып пальпациялауға тура келетін жағдайлар болуы. Не болмайды? Не болмайды. Нәтиже? Егер ауырсынуды басатын дәрі-дәрмектер беріп барып жасайтын болсақ, ол кезде біз пальпациялай аламыз әрине. Ол кезде ауырсынуды айтпайды, бірақ не түзіліс па, беті тегіс па, кедір бұтыр ма, үлкен ба, шектеулі ма қозғалысы, солардан анықталады. Ауырсыну бар екен дейсің, көзіміз жетті ғой, пальпацияласпады ғой. Содан уже білеміз. Өте өткір ауырсыну кезінде тек бетке пальпация жүргізіліп, терең пальпация жасауымыз қиынырақ әрине. Беті тегіс, орташа тығыздығы цилиндр пішінді, диаметрі 4 см-дей шамалар, қозғалғыштығы 4 см-дей, құрыл-шыру естіген жоқпыз. Пока ешбір шекте біз естіген жоқпыз. Тамаша өтпедіңіз бе? Естіген жоқпыз. Шектер түсінікті ғой, Енді асқазанға пальпация және қалпысына пальпация. Асқазан пальпациясы біз шекарасын тауып қойдық. Осы шекарасын тапқан жерге бір қолмен қоямыз. Тапқан шекараның үстіне, іштің ақсыздығының үстінен болып тұр, олай болса, барлық саусақты біріктіріп бір деңгейде қоямыз. Алға қарай қатпар жасаймыз. Әрдем шығаруда ішпен қолды енгізіп отырамыз. Енгіземіз. И пальпациялаймыз. Біз бұл жерде тек үлкен иілімін пальпациялап жатырмыз. Алға, артқа. Бірінші алақанымызға қарай бастайсыз. Үлкен иілімі. Өйткені оның үстінен ауытқып түсе алмаймыз, сондықтан оның пішіні, диаметрін айтпаймыз бұл жерде. Беті тегіс жұмсақ, ауырсыну болған жоқ, құрыл-шыру естіген жоқ. Тек үлкен иілім, большая кризма. Кіші иілімі оның мына жақта, оған жасамаймыз, өйткені бұл жерде уже қабырғалар жақын болғандықтан, баса батыра алмаймыз болды. Енді асқазанның қалқысы, привратник. Оған пальпация жасау үшін оның жатқан біз орнын тауып алуымыз керек. Ручкаңыздағы берет ұшқаныз. Біз бір үшбұрышты тауып алуымыз керек. Түсінбей қалдыңыз ба? Қалқы привратник. Асқазанның қалқысы. Пилоректомоз болуы мүмкін дедік қой. Ол пилорикалық бөлігі. Сфинктер емес, өзін анықтаймыз. Былай жатыр ғой асқазан. Былай жатыр да. Сосын мынау пилорикалық бөлігі, сосын 12 шекке өтеді. Төмен бөлімі. Іштің ақсызығы мынау, Іштің ақсызығы. Оң жақ қабырға доғасы. Және қабырға доғаларын қосатын көлденең сызық, төменгі қыры қабырғаның, доғасының. Осыдан көлденең сызық жүргізгенде, үшбұрыш түзілді, Кіндікке дейін созып жүрмеңіздер, қабырға доғасының төменгі қыры. Осы үшбұрыштың бисектрисасына перпендикуляр түсірсек, мынау перпендикуляр түсірілді, мынау үшбұрыштың бисектрисасы. Осы перпендикулярдың астында жатыр. Түсінікті ма? Кім түсінбей қалды осы? Асқазанның қалқысы жатыр. Қалқысы, пилорикалық бөлігі. Соған жеке пальпация жасалады. Жаңа мына жерде біз асқазанның өзіне жасадық қой. Денесі, тело. А мына жерде енді привратникке жасаймыз.
Ол үшін мынандай үшбұрыш тауып алуымыз керек. Кешеде қарастырдық, әр ашқазан әр адамда басқаша болады. Сонда ол бөлігі басқаша да болса, осы жерде осы жерде орналасты. Сол үшін әркімнің толық адам бола ма, арық адам бола ма, бойызын адам ба, бойызын адамда іш құрсағы үлкендеу, сол үшін мына үшбұрышты біз тауып алып жатқанбыз. Әркімнің қабырға доғасының қырымен, ақсызықпен, доғаның қырымен жүргізілген үшбұрыш треугольник. Соның бисектрисасына перпендикуляр түсірілгенде осының астында жатыр. Жоқ, мынаны айтпақшы болғаны бізге совет заочный көрсетті да, асқазанның нелерін патологиялық нелер емес. Әркімде әртүрлі. Айтып жатырмыз ғой, атаниясы болса, ол төмен түседі деп жатырмыз, төмен түскен жағдайда ол әрине оның привратнигі төменірек болады. Біз сол үшін шекарасын тауып алдық асқазанның. Қалып жағдайда күндіктен 4 см жоғары жатыр деп тұрмыз ғой, өзінің орнында болып тұр ғой. Осы бисектрисаның үстіне қолымызды, саусақтарымыз бір деңгейде біріктіріп қоямыз. Алға қарай қас бар, екінші момент, Үшінші, дем шығаруда енгізіп отырамыз. 3-4 рет енгізсек бізге жетеді. Демалыңыз. Енді пальпациялаймыз. Жақсы сезіліп тұр. Кейде ол анықталмауы мүмкін, бос тұрса. Қазір өздеріңіз жасайсыздар, сол кезде жақсы анықтайсыздар. Көбірек басып жібердім, 3-4 рет жасасаңыздар, ары-бері ауысып жетеді. Сұқ саусақтың жыландығындай тығыздау. Сол тығыздау болған кезінде ол жақсы анықталады. Егер ол ашылып тұрса, онда ол жұмсақтау болып тұрады да, сезілмеуі мүмкін. Онда 1-2 минуттан кейін қайта жасап көруге болады. Бұнда диаметріне айтуға бола ма? Болады, мұны диаметрі 1,5 сантиметрдей ақ болып тұрған. Менің сұқ саусағымның жыландығындай ақ сезілді. 2 сантиметрдей ары-бері саусағым ауытқып түсіп жатыр. Цилиндр пішінді, тығыздау деп тұрмын, ауырсыну жоқ. Диаметрі 1,5 сантиметрдей кеп тұр, значит, сұқ саусақтай болса, құрыл-шырыл естіген жоқ. Болуға тиістеміз бұл жерде. Болды ма? Бұл мына асқазан ішектерге қатысты пальпация. Енді іштің перкуссиясы. Не үшін қолданылады перкуссия әдістері? Астық болған жағдайда сұйықтықтарды анықтау үшін, жаңа асқазанның шекарасын анықтау үшін қолданылды, және метеоризм болса, өте күшті дабыл дыбыс естіледі, симфонический звук дейміз. Тұрғызған жағдайда вертикальді қалыпта тұрғанда астықты анықтау үшін жоғарыдан төмен қарай жасалады, кіндік деңгейінде, одан да жоғары деңгейде сұйықтық анықтау іші салбырап тұр. Ал жатқанда бүйір жағына қарай кетеді. Сондықтан кіндіктен екі шетке қарай перкуссия жасайды. Барлық жерде қандай дұрыс? Дабыл дыбыс естіп тұрмыз, былай қарай көрейік. Күймелерімізге кимейінді. Дабыл дыбыс. Ішектерде ауа болғандықтан дабыл дыбыс естіледі. Неде? Перкуссияда іште пайдаланатын зар бөлу жүйесінен білесіздер, қай ағзаны анықтайтын едік? Мочевой пузырь. Несебе ғар емес, қуықтың ішіндегі сұйықтық деңгейіне сәйкес жасаған едіңіздер перкуссия естеріңізде болса, Бұл перкуссия әдісінің пайдаланылуы. Енді ишектерде газ болуында или ана пневмония кезінде ауа жиналғанда сол кездерде де жасауға болады. Перкуссияны, сол метеоризм, жаңа айттым ғой, іште газ жиналу метеоризм деп айтылады, сол метеоризм кезінде пайдаланылады, қолданылады. Өте күшті дабыл дыбыс естіледі деп айтып жатырмыз. Іштің аускультациясы, ішектердің перистальтикасын тыңдау үшін пайдаланамыз. Жаңа асқазанға шекарасын анықтағанда қолдандық бұны, құрыл-шырыл естіп жатырмыз бұны тыңдағанда. Қазір өздеріңізде тыңдайсыздар. Бәр жерде естіп тұр құрыл-шырыл дыбыстар. Осылай барлық аймағын тыңдап шығамыз. Ішектің құрыл-шырылы болуы керек міндетті түрде. Жаңағы пальпацияда құлағымыз естіліп жатқан жоқ, но зато фонендоскопта жақсы естіп тұр. Осылай бәр жерін тыңдап шығамыз. Мертвая тишина болатын болса, іште ол
Графема? Перистатикасы түрлесеңіз. Перитонит болуы мүмкін, иә. Шектердің парезі болуы мүмкін, шектеулі аймақта болатын болса. Түсінікті ме? Сондай перкуссия, пальпация мақсаты қолдануын, и особенно пальпацияны жақсы меңгеруіміз керек. Қазір 20 минут үлкен үзілістеріңіз, тамақтарыңызды ішіп алыңыздар, содан кейін практикалық дағдыларыңызды дайындалуға уақыт. Жарты сағат уақыт.